Hello, my dear friends. Сәлем, менің қымбатты достарым. Тақырыбымыз present perfect. Ағылшын тілі грамматикасындағы шақтардың маңызды шағы present perfect. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуларыңызды сұраймын. Present perfect-тің құрылуы. Have, has көмекші етістігіміз және verb 3 етістіктің үшінші формасы. Етістіктің үшінші формасына келесі видеомда міндетті түрде тоқталамын. Қай кезде қолданылады? Present perfect іс-әрекеттің өтіп кеткенін және соның нәтижесін қазір айтып жатқан уақытта айтады. Where is your money? Ақшаң қайда? I've lost it. Мен жоғалтып алдым. I've cut my finger. Мен қолымды кесіп алдым. Somebody has damaged the car. Біреу машинаны бүлдірген. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде has damaged, яғни has көмекші етістігіде damage деген бастапқы етістік және дұрыс етістік болғандықтан бұған ed қосылған. Яғни дұрыс етістіктердің екінші формасы, яғни past simple'да да және де verb 3 үшінші формасында да ed қосыла береді. Somebody has ironed the shirts. Iron дегеніміз, яғни үтіктеу. Біреу жейделерді үтіктеп қойған. Iron дегеніміз үтіктеу, оған бұл дұрыс етістік болғаннан кейін бұған ed-ні қосамыз. Somebody has broken the window. Break сындыру, broke өткен шақ формасы, past simple, broken үшінші формасы. Present perfectте біз міндетті түрде үшінші формасын қолданамыз. Somebody has cut the trees. Cut, яғни бастапқы формасы бұл бұрыс етістік болғандықтан, бәрібірде бұл формасы осындай болады. Қалай қолданамыз? Яғни істеулермен міндетті түрде мынандай сөздер қолданады. Just қазір ғана, already, яғни қазір ғана болып қойған. Yet әлі, ever мүмкін, never ешқашан, lately соңғы уақытта, before алдымен, so far әзірге, recently жақында ғана. Examples, мысалғар. He has just phoned. Ол қазір ғана хабарласты. I've already seen this film. Мен бұл киноны көріп қойдым. Яғни бізге істелінген істің нәтижесін беріп тұр. She hasn't found the job so far. Ол жұмысын әзірге тапқан жоқ. Қолданылуы. Yet әзірге тек қана сұраулы және болымсыз сөйлемдерде қолданылады. Have you spoken to her yet? Әзірге онымен хабарласқан жоқсың ба? I haven't seen him yet. Әзірге оны көрген жоқпын. Уақытты көрсетіп тұрады. This morning, this evening, today, in the last few days. Бірақ егерде бұл период әлі бітпесе. I haven't had breakfast this morning. Мен бүгін азанда тамақтанбадым. Present perfect осындай сөз тіркестермен қолданылады. This is, немесе it's the first time, бірінші рет не алғашқы рет, yeah? This is the most interesting book I've ever read. Мен оқыған кітаптардың ішіндегі ең қызықтысы болып шықты. This is the first time I've driven a car. Менің көлікті жүргізуім бірінші рет. Thanks very much. Каналыма тіркеліп, лайк басуларыңызды ұмытпаңыздар.